Так. Сейчас бір нәрсені тексере салайын. Все. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабақта біз нұсқа талдаймыз. Бірінші сұрақтан бастап кетейік. 2 километр биіктен еркін құлаған дененің жерге түсу уақыты дейді. Но енді бұл слишком оңай есеп. Әрине бізде құлаған кезде мына формуланы еске түсіреміз. Еркін құлаған кездегі формуламыз. Енді осы жақтан бізде уақыты тап дейді ғой. 2h бөлінген g түбірасты дейсіңдер. Есеп шығара саласыңдар. 2 көбейтілген 2000 метрмен жазсақ мынаны дұрыс па? Бөлінген 10. Сонда бізде қанша шығайын деп жатыр? 20 секунд деген. Дұрыс қой, түсінікті ме анау? Иә. Өте оңай. Келесі есеп. Иіндіктің тірек нүктесін 15 метр қашықта орналасқан, оған перпендикуляр 60 ньютон түсірілген күштің моменті дейді. Енді күш моменті дегеніміз ол М дегеніміз шама, және ол күшпен иіндіктің көбейтіндісінен тұрады. Яғни сендер жай ғана көбейте салуларыңа болады. Тек қана мынаны метрға айналдырып алайық. 0,15 метр деп. И мынаған көбейтесіңдер. 60 ньютон көбейтілген 0,15 метр. Қанша шығады мынау? Так, 1,5, 6, 9, С. Келесі. Диффузия құбылысына жатпайды дейді. Диффузия газдарда және сұйықтарда болады. Мынаған жатады деп ойлаймын. Көкөністердің тұздау дейді. Көмірқосақтың пайда болуы, мынау диффузияға дым қатысы жоқ. Тыныс алу жатады. Көкөністерді тұздау ол жатады, себебі көкөністі тұздаған кезде сыртына су шығады. Тұз көкөністің ішіне кіреді, су сыртқа шығады, араласып. Мынауына өшіріп тастайын. Мына жақта не деп жазыпты? Цилиндр поршені астындағы бір атом идеал газы сыққанда 1 килоджоуль жұмыс атқарылған ішкі энергиясы артса дейді. То есть, бізде дельта У. Так, көрініп тұрған шығар. Дельта У'мыз, яғни бізде 540 жоуль. Цилиндр поршені астында бір атомды идеал газды сыққанда, бір атомды болса, біз I деген нәрсені қолданатын едік қой, еркіндік дәрежесі деген. Бір атомды болса 3-ке тең. Сонымен қатар тағы не берілген? Идеал газды сыққанда дейді. Яғни бізге сыртқы жұмыс жасап жатыр. Сыртқы жұмысымыз бар. Сыртқы жұмыс ол ішкі жұмыс. Сыртқы жұмысты біз H' деп жазатын едік. 8-ші сыныпта айтылады. Ол бізде кері газдың өзінің жұмысының минуспен алғанына тең. Мысалы бізде сыртқы жұмыс 1000 килоджоуль болса, 1000 джоуль болса, 1 килоджоуль. Онда мынаның өзі, мынау бізде сыртқы жұмыста сыртқы күштердің жұмысы. Ал газдың өзінің жұмысы бізде 1000 минус 1000-ға тең. Газдың жұмысы. Енді біз білеміз ғой, бұл жақта әрине термодинамиканың нешінші заң еді? Бірінші заң, Q тең дельта U плюс A деген. Бұл жақта как раз A дегеніміз сол газдың жасаған жұмысы. Енді осымен істеп кете берейік. Q'мыз бізде не тап деген еді өз? Жылу мөлшері дұрыс бәрі. Так, бір атомды деген біз қолданбайтын сияқтымыз, ішкі энергиясы бөлінетін жылу мөлшері дейді. Бөлінетін жылу мөлшерін сұрап жатыр ғой, еще бізден. Көрейік. Дельта U'мыз бізде 540, қосылған минус 1000. То есть алған жылу мөлшері емес, бөлінетін сұрап жатыр. Мына бізде минус 460 шығады. Как раз негізі мына бізде алған жылу мөлшері ғой, ал берген жылу мөлшері демек минус Q'ға тең. Жай ғана 460-ның өзіне тең болады. Негізі Q ол бізде, обычно Q'мыз бізде алған жылу мөлшерін табады. Минус 460 шықты ма, демек ол оны алмайды, береді деген сөз. В общем, А вариант екенін түсінікті ма? Иә.
Окей. Кеттік онда. Бәріне түсінікті болса. Дауыс жақсы естіліп тұр ма? Онда нүктелік заряд дейді. Нүктелік зарядтың шамасын 4 есе арттырып, ал нүктеге дейін, мынаны не салып қойған. Так, нүктелік зарядтың шамасын 4 есе арттырып, ал нүктеге дейінгі қашықтықты 6 есе арттырса, нүктедегі өріс кернеулігі дейді. Кернеуліктің формуласын білеміз ғой. Кернеуліктің нүктелік заряд тудыратын кернеулік ол бізде К, Q бөлінген R квадрат. Нүктелік зарядтың шамасы 4 есе арттырып, ал нүктеге дейінгі қашықтықты. То есть бізде зарядтың шамасын 4 есе арттырады екен. Так, басқа түспен жазайын. 4 есе арттырады, ал қашықтықты 6 есе арттырады дейді. Қашықтықты 6 есе арттырады. Бірақ қараңдаршы, енді 4 есе артса, біз 4-ке көбейтетін едік. Ал 6 есе артса, астында тұрған соң 6 есе кемейді, бірақ квадрат тұр ғой, R-іміз 6 есе кемейді. Бірақ R квадратымыз бізде қанша есе кемейді? 36 есе кемейді ғой. Себебі квадратты алып кетеді. Значит, 36-ға еще бөлесіңдер. Сонда в целом қанша есе артады? 9-дан 1 есе артады. Немесе 9 есе кемейді деп жазуға болады, 9 есе кемейді ол жауап. Дұрыс па? Иә. 9 есе кемейді. Все тогда. Келесі есебіміз мынау бізде пішіні суреттегідей тұрақты магнит берілген. Магнит өрісі күштірек болатын нүкте дейді. Енді бұл жақта өмірде осындай магнитті көрсеңдер, сендер оңай жауап бере аласыңдар. Обычно бізде осындай магниттер мектепте көрсетіледі. Мына жағы қызыл или керісінше емес. Мына жағы қызыл, мына жағы көк болып тұратын таға тәрізді магнит, және ол магнитте N-нан S-қа шығады, өріс. N-нан барып S-қа шығады. Негізі екі ұшында көзі деймін, не дейді, шығатын жері. Осы жақта B-лар, яғни магнит өрісінің сызықтары өте жиі орналасқан соң, осы жақта көп болады. Тура сол сияқты мына жаққа кірет дәл солай. Бұл жақта да көп болады. Тек бұл жақта қарсы бағытталған болатын нүкте. Онда қайсы болады? Бізде 4 болады. Түсінікті ма? Мынаның жауап бізде А болады емес па, иә? Иә. Жақсы. Келесі. Төменде көрсетілген линзалардың дұрыс реті дейді. Так, енді бұл да жаңағы есепке ұқсап кеткен бір. Мынау ойыс, мына жақтан қарайсыңдар ғой. Сыртынан қарағанда, мына жақтан қарайсыңдар. Тоже ойыс болып тұр. Біріншісі сондай бар ма? Қос ойыс деген бәрі, жоқ. Мынау бар екен, Енді екіншісіне қарайықшы. Линзаға біз сырттан қараймыз. Так что, мына жақтан қараған кезде не болып тұр? Мынау екінші линзамызға дөңес болып тұр. Ал мына жақтан қараған кезде ойыс болып тұр. Демек бұл дөңес ойыс, яғни екіншісі болады. Демек D болады, дұрыс па? Иә. Келесі. Мынау айтады, цилиндр ыдысқа құйылған сұйықтың гидростатикалық қысымы тәуелді болатын шамалар. Цилиндр ыдысқа құйылған сұйықтың гидростатикалық қысымы, записке татыр ма, көресіңізші. Гидростатикалық тәуелді болатын шамалар дейді. Енді гидростатикалық формула бар ғой, сұйықтың ρ, G, H деген. Сұйықтың көлемі мен ыстың табанының ауданына дейді. Сұйықтың бағананың биіктігі мен тығыздығына дейді. Мынау V келеді екен, Сұйықтың көлемі мен оның тығыздығына, көлеміне вообще қатысы жоқ негізі, Не үшін? Себебі қараңдаршы. Мынандай бір ыдыс бар, мынандай бір ыдыс бар. Екеуінің биіктіктері бірдей болғанымен, көлемі екі түрлі. Қайсында көп, мынада көп судың көлемі. Бірақ екеуінде қысым бірдей. Себебі қысым биіктікпен анықталады. Мына екеуінің биіктігі бірдей деп. Короче, көлемге қатысы жоқ. И ауданына да қатысы жоқ. Массасына тем более. Түсінікті ғой бұл? Иә. Жақсы. Массалық сан дегеніміз не дейді? Осы нәрсе негізі 9-шы сыныпта да бар. Мысалы бізде H деп тұрады ғой, гелий,
4-2 деп мына реттік номері, мына бізде А деп аталатын массалық саны, иә. Вот. Бұл бізде мысал ретінде мынау обычно протон саны, ал мына бізде протон және нейтрон саны. Екеуінің қосындысынан тұрады. И немесе бұл екеуін де бір сөзбен қалай айтады? Нуклон деп айтады. Протонды да протон мен нейтронның общий аты бар, ол нуклон. Так что А бізде ол нуклондар саны. Нүк деген ағылшынша ядро деген білдіреді. Короче, келесі есепке өтейік. Онда қоспасыз таза жартылай өткізгіштерде электр тоғын тасымалдаушы бөлшектер дейді. Қоспасыз дейді. Бұл негізі маңызды деп ойлаймын мен. Қоспасыз таза жартылай өткізгіште. Негізі жартылай өткізгіште диодтарда кемтікпен электрондар, иә, оны бәрі біледі, көп естігенбіз. Ал қоспасыз болсашы, мысалы диод ол қоспамен. Есіме түсіріп алайын мен. Мысалы бізде қоспасыз болса силициум, кремнийда бізде қоспасыз болып тұр. Точно С болмайды. Оң және теріс иондар болмайды. Электрондар мен кемтіктер все-таки В болады. Мен ойымша таза жартылай өткізгіште бәрібір кемтіктер болуы мүмкін. Короче, В болады деп ойлаймын мен. Келесі. Мынау дұрыс қой, иә? Түсінікті ме мынау? Бұл теория. Келесі. Балықшы қалтқы 10 секунд ішінде толқында 10 тербеліс жасағанын, ал көршілес екі толқын өркештердің ара қашықтығы 1:2 екенін байқаған. Толқындардың таралу жылда. Балықшы қалтқы 10 секунд ішінде 20 тербеліс жасаған, ал көршілес екі толқын өркештер. Мынау қараңдар. Судағы толқындар, көршілес екі өркеш дегеніміз ол бізде мына екеуінің арасы. Ол бізде лямбда 1:2 тең дейді. И бізде бұл толқындар не үшін пайда болып жатыр, мысалы. Мүмкін мына жақта бір не тұрған шығар? Поплавок. Балық тастайтын. Осы жоғары төмен қозғалады да. И бізде айтады 10 секунд ішінде дейді 20 тербеліс жасайды дейді. Демек бізде мысалы лямбда бар, жылдамдық табу керек. Толқынның жылдамдығын табу үшін бізде мынандай формула бар еді. Лямбда бөлінген Т деген. Яғни 1:2-ні сендер бөлесіңдер периодқа. Период табу үшін мына екеуін не істейміз? Не бөлеміз санға? 10 секунд бөлінген 20 дейді. Яғни 0,5 секунд дейсіңдер да, 2-4 метр секунд шығады. Бұл бізде судағы толқынның жылдамдығы. Дыбыстыңқы емес, жарықтыңқы емес. Так что нормально, иә? Вот. Кеттік онда. Мынау ұзындығы 10 сантиметр математикалық тербеліс период дейді. Бұл да что-то оңай есептер. Мынамен шығарасыңдар ғой. Яғни 2π ұзындық бөлінген 2 порциялы ағыманымен шығарасыңдар. Сонымен бізде жай ғана қоя саласыңдар, тек 0,1 метр деп жазасыңдар. Мына бізде 6-28 болады. Мынау 0,1 бөлінген 10. Мынаяқтан бізде 0,628 секунд шығады. А болады. Келесі есеп, дененің релятивистік ұзындығы тыныштық ұзындығынан 2 есе азаю үшін. Вообще негізі ұзындық азаятын еді. Естеріңде болса, Эйнштейннің салыстырмалы теориясы бар ғой. Салыстырмалы теория элементтері деген бөлімде. Мына бізде обычно аз болады. Қанша есе аз болады? Аз болады, что 2 есе дейді. То есть L0-ді L-ға бөлсең 2 дейді да. Ол дегеніміз мынаны 2-ке қысқартып жіберуге болады дегеніміз ол. Я? Сонда бізде 1 тең 2 1 минус v квадрат с квадрат деп шығарасыңдар. Енді 2-ке бөлейік, 2 жағын квадраттайық. 4-тен 1 болады, мынау Т1 жойылады. Я? В квадрат бөлінген с квадрат. Мынаны мен не істедім? Қараңдар, мынаны мен мында апардым, а мынаны сандарды оң жаққа жинап жатырмын да, как бы.
осылай. Енді бізде мынандай нәрсе шығып тұр. В квадрат бөлінген с квадрат 4-тен 3. Немесе түбірден шығарсақ, осы екеуіне түбірас 3 бөлінген 2 болады. Немесе в тең түбірас 3 бөлінген 2 с дейді. Ондай жауап бар ма? Бар, с болады. Түсінікті ма? Иә. Бопты онда. Тұтып барлық есептер оңай болып жатыр. Мынаны көрейік. Суретте денелердің механикалық кернеудің сыртқы күшке тәуелді графигі көрсетілген. Денелердің аудандарына. Енді бұл есеп көп келмейтін еді. Көрейік. Арасындағы денелердің механикалық кернеу дегеніміз біз сигма, ол Е, яғни юнит модулін салыстырмалы ұзаруға көбейту керек. Бірақ еще бізде бұл Гук заңы болып табылады. И тағы мынандай Гук заңы бар. Естеріңде болса. Тағы да бізде мынандай формула бар. Сигма деген механикалық кернеу, ол бізде қысым сияқты анықталатын формула бар. Бізде екіншісі керек та емес екен, онда. Осы екеуін біріктірейік жай ғана. Қалай бірігеді бұлар? F бөлінген S тең сигма. Жай тұра берсін. Суретте денелердің механикалық кернеуін сыртқы күшке тәуелді график көрсетілген. Все. Болдында біз былай істейік. Мынаяқтан S-ті табайық. S тең қалай болады? F бөлінген сигма. Бұндай кезде сендер енді бірде F-ті таңдап алсаңдар болады, или бірде сигманы таңдап алсаңдар болады. Екеуіне бірде F-ті таңдап алайық. Мысалы, бірінші график пен екінші графикке қарайық, мынау мен мынаған. И осыдан екеуіне де ортақ бір күшті таңдап алайық та. Мысалы, мынада да бар. Екеуінде бірде күш болған кезде екеуінің сигмаларын, кернеулерін салыстырамыз. Қайсында кернеу көп? Қараңдар, қайсында кернеу көп? Сода аудан не істейді? Аз бола ма, көп бола ма? Кернеу көп болса. Кері пропорция болып тұр, Алло? Көп болса, аудан аз болады. Екеу қарама-қарсы. Екеуінде бірде F, бірақ біреуінде сигма көп. Демек, ода аудан аз. Демек, бізде біріншісінде S1 аз S2-ден деп жазам. Сондай бар ма бізде? Енді қанша S екенін де жаза салуға болады екен. Мен қазір көрейік. S1 кішкентай дедік, Қанша S? Ол үшін сол мәндерін салыстырасың. Мысалы, қаңдар бірдей мәнді аламыз, бірдей F-ті. Енді мына нүктелерді алдық қой. Мына жақта 2 S екенін көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Демек, S1-ге қарағанда S2 2 есе көп. Яғни олар тең болу үшін мынаны 2 көбейту керек, Сондай бар ма жауап? Бар. Ол бізде А варианты. Дұрыс па? Иә. Ол дұрыс болса, онда кеттік. Вольфрам мен платина беттеріне энергиясы жарық түссе фотоэффект дейді. Жалпы фотоэффект деген ол бізде металл кусокқа жарық түскен кезде әрбір металдың өзінің шығу жұмысы бар. Егер түскен жарықтың не дейді, энергиясы дейді, мысалы Е тең жиілігімен анықтауға болады кез келген толқынның, жарықтың энергиясын. Мысалы, мына толқын келсе, электрон шықпаймын деп айтады. Жетпейді деп айтады. Ал басқа толқын келсе, мысалы, жиілігі жоғары, яғни энергиясы көбірек, ол ұшып кетуі мүмкін былай. Осы ғой фотоэффект деген нәрсе. Қараңдар енді. Түртте жарық бетіне мынанша энергия түседі ма? Осындай түседі энергия. Және просто салыстырасыңдар. Вольфрамға 2/2-ге жеткілікті шығу үшін. Ал платинаға 5/3 керек шығу үшін. Демек, мынандай жарық түссе, қайсысы шығады? Мынаған достаточно ғой 4 деген. Себебі 2/2-нің өзіне бұл шығып кетеді. 4 берсең, тем более шығып кетеді. Ал мынаған жетпейді ол 4 деген. Сол үшін бізде вольфрамда байқалады, мынада байқалады, платинада байқалмайды. Ал Ал платинада байқалмайды дейді.
иә, осындай есеп түсінікті болса, онда лайк қойып жіберіңдер дейді. Кеттік онда. Марс ғаламшарының радиусы бар, еще G бар екен, еркін түсудеуі. G исі бірінші ғарыштық жылдамдықты тап дейді. Так, мен формуласын шынымды айтсам уже почти не помню, но мен оны былай қорытып шығара аламын. mv квадрат бөлінген r тең gmr квадрат. Так, mдар қысқарады. Сонда v бізде gmr болды. Осы бізде ғарыштық жылдамдықты анықтайтын формула. Не только жерде, любой планетада. Оны біз тек қана мынау масса мен радиусын сәйкесінше қандай планетаны тауғымыз келеді, бірінші ғарыштық жылдамдығын. Соның параметрлерін қоясыңдар. Мысалы, бізде жер емес, Марс деп айтыпты. Значит, Марстікін қою үшін, енді бұл жақта есептеу керек. G-міз білесіңдер қанша екенін, иә? Әлемдік константа. Массамыз бізде, енді масса берілмепті. Бұны қалай табуға болады деген, мына формуламен шықпайды екен. Енді бұмен шығаруға болады, бірақ массасы берілмеген ғой. Екінші бір формуласы бар, қараңдар. Мынандай бір формула болған. Бұда түбір жоқ, иә, бұда түбір жоқ. Мына екеуін байланыстыруға болады негізі, бір нәрсе қылып, оны қалай айтуыма болады, так. Оны мен... Ау? В тең түбірасында G емес па? Иә, осы екеуін біріктіру керек, соны айтқым келіп жатқан ғой. Осы екеуін біріктіру үшін мен не істесем болады? Ойланып көрейікші. Просто сол GR деген формуланы шығару үшін мен ойланып отырмын. Просто былай істейік, давай, мына екі жағында түбірге алып көрейік. Сол кезде не болады? Түбірасты GMR. Десем, мына R сыртқа шығып кетеді. Онда мен былай істеймін. Так, түбірден R сыртқа шығып кетеді. Былай болады. GM R болып қалады. Но мен былай қалдырғым келіп жатқан жоқ, мен былай істегім келіп жатыр да. Былай, түбірасты GM деймін. GM мынау. Бөлінген түбірасты R деймін да, и еще түбірасты R-ға көбейтем, и R-ға былай істеймін. Вот, мынау уже бізде не зат? Мынау бізде уже V деген зат қой. Демек бізде түбірасты G тең болады на екеуін көбейтіндісіне. Яғни V мен түбірасты R бөлінген R. Наны мен ше на екеуін қысқартып жесем болады түбірасты R-ға. Сонда бізде астында қалады түбірасты R. Көресіңдер, осы жақтан мына формуланы шығаруға болады. Әрине сендер бұны жаттабасыңдар да болады. Негізі жаттабаған дұрыс сияқты. Осымен шығаруға да болады екен. Просто мен ұмытып қалған кезде өйстіп шығарып аламын өзім формулаларды. Негізгілерін жаттабасыңдар, осылай шығарып алуға болады екен. Ол вообще қиын емес болып қалды енді. Түбірасты G, G-міз бізде 3,86. И көбейтілген радиус. Радиус бізде 3380, оның 3 дәрежесі. Енді бұны есептеу керек калькуляторда. Менің калькуляторым есептеді ма? Күтіп отырмын. Так, қанша шығады? Қанша шығады? 3612 дейді. 3612 метр. Жауап. Иә, бұл жуықтаған кезде 3,6 километр секунд қой. С болады. Дұрыс па? Дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Есептеген дұрыс деп ойлаймын. Келесі есеп. Бұл да қиын емес сияқты. 27 градус Цельсий өлшемі дейді. Бұл нақты бір температура берген ес. Демес кельвинға айналдырсайық бірлестен. Мынаны 300 кельвин болады. Көлемі дейді, мына үшеуін көбейтесіңдер, яғни бұл 60 шығады. Сонымен қатар қысым беріліпті. Бұл кәдімгі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен шығатын бір формула болып есеп қой сондай. Формулаға арналған, формуланы білуге арналған.
қоя саласыңдар. П-ның орнына 100 000, көлемнің орнына 60, массаны тап деген. Малярлы массаны граммнан килограммға айналдыруды ұмытпаңыздар. Яғни 0,029 килограмм моль. R-міз 8,31, Т-міз 300 болды. Енді осы жақтан М тау үшін не істейсіңдер? Мына мен мынау көбейтіледі. Екеуі де үстінде болады. Так, 0,029 көбейтілген 60 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі бөлінген алымындағы заттар 8,31, 300. Бұл килограмммен шығады. Сонымен менің калькуляторым есептеді ма? Қанша шықты? 300 мынау, е? 69,79. Қанша? Жуықтап алғанда 69,18. А десе, иә, А болады, иә. Дұрыс. 69,8. Жақсы, бәріне түсіпті деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік. Сюжетте тағы бір өткізгіште әсер ететін ампер күштердің бар. Тоғы бар өткізгішке. Енді бұл жақта сол қол ережесін білмесеңдер қиын. Қазір менде зеркально тұр ма? Так, мына мен қай қолым айтыңдаршы. Сендер үшін. А? Сол қолы. Сендер үшін оң қол болып тұр ма? Ну, по сути, да. Сендерге сол қол болып тұр ма, оң қол болып тұр ма? Сол қолы. О, менде де сол қол болды. Демек болды онда. Просто ойлағаным, мен қарасам мына жақта. Он қол болып тұр. Ну, ладно, давайте. Бұл жақта зеркально болып тұр. Зеркально болып тұр екен, иә, мен байқадым. Онда мен былай істеймін. Зеркально қылмай тұрайын, иә? Енді болды енді микрофон. Мынау енді қай қолым, то есть микрофон керек екен. Мына қай қолым болып тұр? Сендерге? Это он қол. Жоқ. Маған қарап жатсың ғой сен қазір. Менің қай қолым екенін бұл. Ну, ағай, он қол. Қазір мынау оң қол болып тұр ма саған? Иә. Ну, сенің Ну, оң ағайға жағында. Жоқ, сенің оң жағында тұрған шығар мүмкін. Но бұл сол қол екенін көрініп тұрған шығар. жарайды, давайте, показывайте. Я буду повторять. Ладно, я сейчас посмотрю еще так. Енді вот мынау енді қара, мынау оң қол болып тұр. Мен қарасам видеоға. Вот саған да солай ма? Менің оң қолым сияқты тұр ғой, мынау дұрыс па? Иә. Ал енді бүйтсем, саған қай қолым болып тұр? Она также неизменно осталась, ағай. Өзгермеді ме ешнәрсе? Я думаю, өзгермеді. Ладно, ағай, делайте, я буду повторять. Жоқ, жоқ, мына ауысу керек қой, ауыстыратын. Ауысыватқан жоқ па қазір? Я вам скрин могу отправить. Жоқ, мына ауысыватқан жоқ па? Ладно, зеркально бола берсін енді. Жоқ, мен бірақ мына видеода қазір ауыстырдым. Вроде маған сөйтіп көрінеді. Ладно, сол қол ережесімен сол қолды аласыңдар. Қараңдар. 4 саусақ. Ой, ё-моё. 4 саусағым. Еще алақаным былай өздерің алақаным көрініп тұр, короче. Түсінесіздер ма? Мына суретті салатым ғой. 4 саусағың бағыты, ну, обычно сендерде нені көрсету керек? Қазір салып қойын. 4 саусағың бағыты тоқты көрсету керек. Тоқтың бағытын, немесе жылдамдықты, Лоренц күші болса. Ал алақаныңа магнит өрісі кіру керек. Білесіңдер ғой, магнит өрісі N-нан шығып, S-ға кіретін. Короче, алақанның үстіңгі жағында N тұру керек, астыңғы жағында S тұру керек. Ну, или B кіру керек деп. Короче, B кіру керек қой былай. B-ның. Ал енді төрт саусақтарың, сол қолыма точно мен салған. Сол қолда былай тұрады ғой, бас бармақ, иә? Былай тұрады. Ұқсай ма сол қолға? Егер алақаны бізге қарап тұрса, сол қолдың. Осылай ғой, дұрыс па? И мынау бас бармақ негізі қатты майысып кетті. Ладно. Бас бармақ, короче, бізде бағыты
ол бізде нені көрсетеді? Ампер күшін немесе Лоренц күшін. Егер бізде мынау I болса, онда ампер күші болады. Так. Осы қалып тастайсыңдар да, и на суретке енгізесіңдер. Бәрін сәйкестендіру керек. То есть тоқ 4 саусақ болса, осылай қалады. N-ға кіру үшін, яғни қараңдаршы, бірінші суретте, сұрақтың бірінші суретінде N-іміз бізде, B-мыз, яғни B деген өріс мынау. Ол бізде N-нан шығып S-ға кіреді ғой. То есть N-нан шығып S-ға кіру үшін алақанымды тесіп өтеді деп айттым мен. Алақаныма тесіп өтіп кіру үшін мен алақанымды қалай ұстауым керек? Қазір мен қолыма қарасаңдар 4 саусақ жоғары тұр. То есть мынау I-мен сәйкес келіп тұр. Бірақ B-мыз кіру керек қой. Яғни былай бұрам мен. Сендерге былай көріп тұр ма? Короче, бұны былай бұрасыңдар ғой, примерно сәйкестендір. Өздерің істеулерің керек та бұны. Өздерің алып қолдарыңды. N-ға кіреді. И бас бармақ қайда бағытталады сол кезде? Экраннан ары ма или экраннан бері қарай ма? Бізден ары қарай. Экраннан ары қарай болады. Яғни бізден ары деген тоже сол экраннан ары деген сөз ғой. Бұл біреу тапсақ, екіншісі де солай табылады. Көрсете салайық, екінді. Қараңдар. Мынау бізде B-ның емес, тоқтың бағыты. Себебі I тұр ғой жанында. Яғни 4 саусағымыз бізде экранға кіру керек, бізден ары қарай. N үстінде болу керек. То есть алақандарың былай бұрасыңдар. Сол кезде сендерге қалай қарай көрсетеді? Мен үшін ол солға қарай. Сендер үшін де солға қарай болу керек. То есть солға қарай болады. V болады. Түсінікті деген ойдамын? Я? Иә. Енді мен зеркально қайттан қояйын видеомды. Болды. Енді мен сол қолым сендерге оң қол болады. Айнада да солай ғой, байқап көрсеңдерші, оң қолдарын көтересіңдер айнаға қарап. Но ол сендердің сол қолдарың болып тұрады айнаның ішінде. Жақсы. Келесі есеп. Енді мынау есепке қарайық. Ұзындығы лямбда мынау, я? Толқын ұзындығы дейді. Лямбда 20 сантиметр, немесе 0,2 метр. 1 секунд ішінде 33.000 импульс шығарады дейді. Және де шатастырады да бұл есеп кішкене. Әр импульстің шығу ұзақтығы. Бұлай болып жатыр ғой бізде. Бір локатор, енді радио толқын шығаратын бір аспап деп алсақ. Ол шығарады, мысалы бұлай шығарады. Импульс, білмеймін, ішінде қанша толқын бар. Сосын алдын шыққан импульсті де салып қойыстың. И солай импульстар, көрініп тұр ма? Осы импульстардың айтады да, 1 секундта қаншасы шығады осындайдың 1 секундта 3000 штугы шығады, ойлаңдаршы. То есть мынандайдың 1, 2, 3 деп санасақ, 1 секундта 3000 штугы шығады. Ол негізі ол бізге қатты маңызды емес, бізде айтқан қараңдар, әр импульстың шығу ұзақтығы дейді. То есть мынаның ұзақтығы, шығу ұзақтығы. Уақыт бойынша есептесек, қаншаға тең екен? 3 микросекундқа тең. 3 мк. Что мен қалың болып кетті. Кішірейтейінші. 3 мкс. мкс деген қанша еді? 3 мкс ол бізде 3 көбейтілген 10-ның микро. Я. Вот. И бізде тағы не берілген? Толқын ұзындығы берілген. Енді бұл қандай толқын? Жылдамдығы бар ма бұл толқынның? Біз білеміз бе бұл толқынның жылдамдығын? Радио толқын дегеніміз ол сол жарық қой негізі. Электромагниттік толқынның түріне жатады. Жарық соның түрі. С бар негізі. Т бар бізде. Т дегенде ол период емес бірақ. Лямбда бар, қараңдар. 3 нәрсе бар. Енді N-ді табу керек. Қанша импульс бар? Мынада қанша тербеліс бар саны. Тербеліс санын табу үшін біз не істесек болады? Мысалы, өткен уақытты периодқа бөлсек болады. Мысалы, өткен уақыт бар бізде. Ол 3 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі секунд. Ал периодты табу үшін лямбда мен екеуін қолданып табуға болады. Не істейтін еді ол кезде? Так, бөлесін, я? Лямбданы с-ға бөлу керек. Лямбдамыз бізде 0,2, с-мыз бізде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Вот, короче, мен мынаяққа бөліп қоя салайын. Т-ның орнына 0,2 и үстінде 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі бар. Вот осыны есептейсіңдер.
9-ды 0,2-ге бөлсем 45. Анау бізде 2,0 береді. 4500 шығады екен. Сонда қараңдаршы, бізде мынау вообще керек емес екен, иә? Мынау информация әдейі негізі шатастырады. Оқыған кезде дым түсінбей қаласыңдар. Мынау Д болады. Керек емес мынау. Түсінікті ма? Бізде уақыт 3 минут қалды конференцияда. Түсінікті болса, келесі есепті көрейік, мүмкін тез шығады. Ну, шынымен де өте оңай есеп екен. Мынау, иә? 2 және 6 дейді. Ой, 3 және 6 дейді. Екеуі параллель тұр ғой. Демек, біз мына формуламен шартсақ та болады, параллель кезде. Так, 2, иә? Мынау 2 мен 3-тікі ғой, жалпы дегеніміз. Тек 2 мен 3-тікін тауып жатырмын мен. 2 және 3-ті көбейтіп, 2 мен 3-ті қосасыңдар, бөлесіңдер бір-біріне. То есть 3 көбейтілген 6 және 3 қосылған 6. 18-ді 9-ға бөлсіңдер 2 шығады. Енді мына екеуін бір резистор деп санасақ, және оның кедергісін 2 деп алсақ, онда мына 4 оған тізбектей тұрған соң, жалпысы қанша болады? 6. Бұл есепті өте оңай. Қанша қалды бізде? Қанша сұрақ қалды? Так, ровно жартысына кеппіз. Так, мынау есепті өте оңай. Протондардың саны неше онеқта? 3 протон бар. Және де нейтрондардың саны 4. Сонда анау А-ны береді бізде 7. Протон мен нейтронды А деп жазады, екеуін қосындысын. Мынау да сонда бізде уже пайда болып жатыр. Мынау 7 екен, астындағы Z. Z бізде қаншаға тең? 3-ке тең. Z деген ол протон саны. Мына 3 ғой протондар. Ал нейтрондар 4. Мынау протондар, мынау нейтрондар, короче. Сонда мынандай вариант іздеңдерші, қандай қайсысымен келеді? С-мен келеді. Литий деген элемент екен. Жақсы, келесі есебімізге өтейік онда. Мына есепте не деп айтады? Индукциясы Б біртекті магнит өрісінде ұзындығы L кедергісі мына суретті қарың R өткізгіш орналасқан. Егер өткізгіш дельта Т уақытта дельта X қашықта орналасса, онда өткізгіште пайда болатын тоқтың шамасы дейді. Енді сендер бәрің примерно мына формуламен таныс шығарсыңдар. Магнит өрісінде қозғалған өткізгіште пайда болатын электр қозғаушы күштің формуласы. Енді осы жақтан айды табу үшін, мысалы, сендер тізбекке қараңдаршы. R мынау бар. То есть бізде мына формуланы қолдансақ болады. Мына өткізгіштің кедергісі бар ма? Оны айтпапты, жарайды. Бізде не бар? Қараңдар. Бізде берілген заттар жазайық. Б берілген, L берілген, өткізгіштің кедергі берілген, Т берілген, X берілген. Вообще негізі мына екеуін қолданып біз тапсақ болады. Дельта X деген орын ауыстыру, яғни жүрілген жол, бөлінген уақыт, ол бізде жылдамдық береді, бір қалыпты қозғалып жатыр ғой. Демек, жай ғана мына B-ны жазамыз, бірақ V-ның орнына дельта X, дельта Т деп жазасыңдар. L-ды жазасыңдар. Сөйтіп мұнда әкеп қоясыңдар. Сонда не болады? B, бір бөлшек қылайық, дельта X, L, R, дельта Т деген нәрсе бар ма бізде? Бар. Ол бізде V-мен келеді. Дұрыс па? Бәрі дұрыс па бізде? Түсінікті ма? Иә. Қиын емес. Суретте график бойынша бір атомды идеал газ 1, 2, 3 өткенде, осындай процесс. Оның алатын жылу мөлшері дейді. Жылу мөлшері дегеніміз не еді? Q термодинамиканың бірінші заңын еске түсіресіңдер. Бұл әрқашан дұрыс, бұл Q-дің формуласы. Жұмыспен неден тұрады? Температураның, яғни ішкі энергия өзгерісінен. Дельта U қай кезде өседі? Ол μ R дельта Т деген формуласы бойынша. Т өскен кезде, яғни температура өскен кезде ішкі энергия әрқашан өседі. Еще жұмыс қай кезде жасалады? Ол көлем өзгерген кезде жасалады. Енді бұл жақта
маңызды бір нәрсе мынаны білу керек. PV ол mu r t деген. Менделеев, Клапейрон ба, соның заңы бар ғой. Мысалы бізде былай жазуға да болады да, мысалы, егер дельта P өзгерсе, онда V өзгермейтін болса, мысалы, қараңдаршы, процесс графикке қарайықшы бізде. Бірден екіге өткен кезде не өзгеріп жатыр? Изохора ғой мынау. V өзгеріп жатқан жоқ қой. Көлем бірде де, екіде де көлем бірдей. Бірақ қысымдары әртүрлі. Яғни бұл жақта изохорада бізде көлем өзгермегенмен қысым мен температура өзгереді. Демек бізде дельталарды, мына жақта дельталарды қайсына қою керек біз? V өзгермейді, яғни V-ға дельта керек емес. P болады дельтасы. Және mu r t-ға қоясыңдар дельтаны, жақсы ма? Бұл бізде бірден екіге өткен кезде формула. Демек мен бұны не үшін жаздым? Қарайықшы. Мен бұны мына үшін жаздым. Енді мен демек дельтаудың орнына, мынаның орнына мен PV-ны жазсам, дельта PV-ны жазсам болады. Бұл қай процесс үшін? Так, бұл жақта А жасалмайды. Айтпақшы, бұл жақта А-мыз 0-ге тең, е? Дельта V 0-ге тең, А 0-ге тең. Бұл бірден екіге өткен кездегі процесс, короче. Яғни бұл жақта Q-дің мәні қандай болады? Екеуін қосасыңдар. Мына мен мынаны қоссаңдар, өзі ғана қалады. Дельта P мен V. Немесе дельта P-мыз қаншаға тең бізде? Графикке қарап айта аламыз ба? Бірден екіге өткен кезде. Қанша мына екеуінің арасы? Ау? Естілген жоқ. 3? 3P, я. Дельта P-мыз бізде 3P-ға тең. Көбейтілген V. V деген V. Қай көлемде тұр, соны аласыңдар. Бұл бізде енді бірден 2-ден 3-ке өтті. Енді о кезде ше қалай болады? Қайтадан Менделеев Клапейрон теңдеуін жазам. Ол жақта қандай процесс? 2 мен 3-тің арасы? Изобара. Я, себебі 2 мен 3-те бізде өзгермейді, ол қысым. 2-де де 3-те де қысым 4P-ға тең. Яғни қысым өзгерген жоқ. Изобарада бізде көлем өзгереді и температура өзгереді. Қайтадан нені жазам? Q тең дельта U плюс А. А-мыздың формуласы. Ой. Мынан арасын бөліп қойын. 2 мен 3 пен 1-де 2-ның арасы бөлік бұл. А-мыз бізде бұяқта бұлай болады. 2-де де 3-те де қысым қандай болып тұр? Короче, мына формула ғой. Изобара кездегі жұмысты осылай табасыңдар. Изобара кездегі жұмыс осылай болады. Себебі яқта қысым өзгермейді, көлем өзгереді. Қысым бізде 4P болып тұр. Мен енді нақты P-ні аранда P, короче, бұл 4P ғой. Мына P-ны басқаша жазуым керек бет, е? Чтоб P. Короче, 4P мынау. Қалай жазсам болады? P0 деп жоқ. Жарайды. Короче, мынаның орнында 4P болу керек, е? 4P. Дельта V. Дельта V-мыз қаншаға тең? 3 бұрыш қой. Блин, не, дельта көрінбей ол. Дельта V қаншаға тең 2-ден 3-ке өткен кезде? 2V. V мен 3V-ның арасында қанша жүру керек? V 2V-ға. 2V-ға. 4P көбейтілген 2V, яғни 8PV. Бірақ бұл жұмыс енді бізде ішкі энергия өзгере ма деген сұрақ. Бұл изобара. Изобарада температура тоже өзгереді. Mu r дельта T. Енді мына формулаға қайтып оралуымыз керек. Қараңдар. Изобара ғой. Демек көлем өзгеру керек. Дельта V-ның алдында тұрады, P-ның емес. Мына жақта керісінше еді, қараңдар. Мына жақта уже изобара болады. Mu r T тоже өзгереді. Демек біз мынаның орнына қоямыз, мынаны әкеп қоясыңдар. Кстати, неше атомды газ? Бір атомды газ. Оқты, мен ұмытып жатырмын, балдар, бір нәрсе. Айтпайсыңдар ма? Мына дельта U-дің алдында тұратын. Я, U-дің алдында тұратын коэффициент бар екен ғой, мынандай. Мынандай зат. Вот бір атомда да қанша болады бұл? I-дің орнында 3 тұрады, я? Вот соны ұмытып кеттім мұнда жазу. Жарайды.
Мында жазуды ұмытып кеттім. Мына жақта өшіріп қайтадан жазайын. Мына жақта сәл басқаша болады екен. Короче, μr дельта t и алдында 3-тен 2 бар. Яғни 3 бөлінген 2 p дельта p v. Мен мынаған қайтадан оралдым бірдей кеше. Дельта p-мыз жаңа өзіден айтқандай 3p болды. 3 бөлінген 2 көбейтілген дельта p-мыз 3p көбейтілген v. Енді бізде 9 бөлінген 2 p v болады екен бұл. Мына жақта да дәл солай. μr дельта t-ның алдында мен бұл жақта 3-тен 2 деген коэффициентті жазуым керек. Қайтадан бізде 3-тен 2 p дельта v. Но дельта v-мыз өздерің айтқандай 2v-ға тең ғой. 3 бөлінген 2 p 2v. Немесе 3 pv. Енді қараңдар, мына екеуін қосуымыз керек q-ды табу үшін. Қанша болады бұл? 11 pv. Бірақ бұл 2 мен 3-те. Сонымен қатар мынау да бар еді. Осы екеуін қосыңдар, қанша болады? 11-ге 4,5-ді қосайық. Ой, бір нәрсе дұрыс емес кетіп қалды ма? Оның алатын жылу мөлшері. Тоқтаңдаршы, бір жерде қате сияқты. Мына жақта 4 по. О, мына жақта 4, дұрыс. Мен мына жақта 4-ті ұмытып кеттім қайтадан. Шарастырып. Мынау p-ның орнына p бар ғой, мына жақта көрдіңіздер ма? Сол жақта мына жақта 4-ті жаздым. А мына жаққа жазуды ұмытып кеттім. Не қайттым? Мынаны қалай өшіреді? Алдында 4 бар, короче. Алдында 4 бар көбейтіліп тұрған. Короче, мынаны 4-ке көбейтесіңдер, мынаны 4-ке көбейтесіңдер, и мынаны 4-ке көбейтесіңдер. И мынау қанша болады сол кезде? 12 болады. 12-ке 8 қоссаң 20 болады. Мынау 20 болады екен. 20 pv. 20 pv мен 4,5 pv-ны қоссаң 24,15 pv шығады. Осындай бір, енді с-ден келесеп шығар, бірақ шатастырады кішкене. Көрдіңдер ма? Термодинамиканың ең қиын есептері осындай ғой, примерно ободта келетін. Бопты онда. Келесіге өтейік па? Түсінікті ма анау? Түсінікті. Жақсы. Андайлар жоқ па? 9 бөлінген, мынау не ап 4,5 қайдан шықты деп сұрайтындар жоқ па? Жоқ. Кеттік. Суретте 2 маятник көрсетілген, маятник ілінген жүк массасы бар. Сонымен қатар бізде қатаңдықтар беріліпті. Периодтарын табайық. 2 порция макарон ба? 2 жағдай үшін. Бірінші жағдай деп мұнан алайын, екінші жағдай деп мұнан алайын. Бірінші жағдайда қараңдар, қатаңдықтарын. Бірінші жағдайда бізде, давайте бірінші қатаңдығын тауып алайық. Бірінші жағдайда К1, К2 жалпы қатаңдықтың формуласы бар. Қалай жалғанып тұр бірінші суретте? Сетпелер. Бірінен соң бірі, яғни тізбектей. Тізбектей жалған кезде жалпы қатаңдықты табу үшін мына формуланы қолданасыңдар. Короче, мына формулада бізде периодты табу үшін бір қатаңдық керек. А бізде 2 пружина, сол үшін жалпысын табуымыз керек та біз. Так, 1 бөлінген К1. К1-іміз 40, К2-іміз 60 екенін мұнда жазылып тұр. Сонымен бізде қанша шығады мынау? Ортақ бөлім 120-дан берсек болады екен. Анаған 3 пен 2, 5 болады. Мұнда 60. Ба? Қатемайлы. Жоқ, 60 емес құны. Қанша болады мынау? 24 болады, Дұрыс па? Енді, значит, жалпы қатаңдық бұл жақта 24-ке тең ньютон метр. Демек, периодты жазған кезде бұл жақта. Периодты жазған кезде 2 пи дейсіңдер да. М-нің орнына 500 грамм, яғни 0,5 килограмм. 0,5 килограмм бөлінген 24. Опа, дейсің. Жарайды. 6-да 28. Мұна примерно 48 болады, но бұл примерно 49-ға жақындатсақ болады.
То есть бүйтіп жазсақ болады, примерно 6-28 астынан 7 шығады деп жазсақ қалай қарайсыңдар? Осыны бөліп көріңдерші қанша шығатынын. Екіншісін шығарып көрейік дәл сол. Ау? 91. 0,191. Я 0,191 дейді секундпен. Примерно өйстіп жуықтап тез шығасыңдар болады екен, обытты. Значит, D варианты болады. Екіншісін шығармасам да болады, тек қана айтып кетейін мына затты. Ол жақта параллель жалған тұр, ол жақта жалпы қатаңдық табу үшін қосасыңдар. Яғни 40 пен 60-ты қосасыңдар. Бұлай қоспайсыңдар. Просто қосасыңдар. 100 болады. И тура солай, мынау 2 порция макарон деген формулаға қоясыңдар. Дәл солай тек қана мынау камыз мына жақта 24 еді ғой. Мына жақта енді 100 болады. Сөйтіп шығарасыңдар, 0,44 шығады. Түсінікті ма? Келесі есеп. Массасы М, жылдамдығы В денеге қандай да бір күш ТО запись кетіп отыр ма? Массасы М, жылдамдығы В денеге қандай да бір күш Т уақыт әсер еткен жылдамдық 4 есе артқан болса дейді. Енді бұл мынау формула кімнің есінде? Ой. Денеге әсер еткен күш дейді. Тұрақты күш әсер етті деп есептесек, МА деген формула бар. Былай жазсақ та болады. F тең дельта П бөлінген дельта Т мет. Ньютонның осындай да бір формула бар еді анау. Импульстың күш импульсы деген. Енді қараңдаршы, дельта П-да бізде соңғы импульс минус бастапқы импульс. Бізде МВ жылдамдық 4 есе артты. P1-іміз МВ болған кезде P2-іміз 4 есе жылдамдық артса, импульста 4 есе артады. Сонда мына екеуін азайтатын болсаңдар сендер қанша шығады? 3 МВ. Соң қоясыңдар мұнда. Мұнда кеп. 3 МВ бөлінген Т дейді. Дельта Т-ны сол Т деп айтып. Сондай жауап бар, я? С болады. Түсінікті ма ана? Иә. Контекст дейді. Енді мен бұны оқымай қойын қазір. Примерно қарасаңдар айтылып тұр мына жақта. Маңызды заттарын айтайын. Мына 1 мм сынап баған 133 екен. Мынаны, значит, паскальмен жазу үшін не істейсіңдер? Егер 1 мм осынша болса, егер 1 мм көбейте саласыңдар, 133-ке көбейтесіңдер ол. Сынап бағанасы бізде 133 болса, демек 760 мм сынап бағаны деп пропорциямен істейсіңдер да, сөйтіп мына жақта x бізде сендерде қайсы шығады? Д болады, кажется, Иә. Негізі мен жаттап алғам бұны 7-ші сыныпта ше, мынандай деп, типа примерно. Жақсы. 308. Қалай? Дұрыс па? 308. 1308. Иә. 33-те 3 болса ше. Вот сол. Жайды мұнда. Мынада қалыпты қысымда не дейді? Қалыпты атмосфералық қысымда теңестірілетін керосин биіктігі дейді. Сендер білесіңдер, қараңдар. Қысым бізде қанша шықты? Сонда бағана 101 мың паскаль болды, короче. Мынандай болды, я. И осыны керосиннің биіктігімен салыстыр дейді, короче. То есть, керосин тығыздығын аласыңдар да, екеуін теңестіресіңдер. Керосин тығыздығы қандай бізде? Жазбаған ба? Жазыпты. 800 екен. То есть 800 көбейтілген G, яғни 10 көбейтілген H. Осы маған тең болу керек дейді. Сондай ме? 101 мың. Тағы бір нөл ұмытып тұр ма? Мына жақта. Или жоқ? 101 мың, бір нөл бар екен онда. Вот мына жақтан H тауыңдаршы енді қандай болады? H 101 бөлінген 8 болады. Қанша шығады? 12,6. То есть сынап бағанасы үшін 76 сантиметр жеткілікті, да? 0,76 метр. Ал керосин үшін 12,6 керек. Осындай паричель егер сынаппен емес
керосинмен жасағанда өзінің экспериментін, оған 12 метрлік труба керек болатын еді. Так что сынап болғаны өте дұрыс болған. Мынау есеп не дейді? Барометр шахтаның түбінде мынандай дейді. Енді бұл даже қалыпты қысымнан көп. Не үшін? Себебі бұл шахта ғой. Төменірек теңіз деңгейінен. Жер бетінде мынанша екен, теңіз деңгейі примерно. Шахтаның тереңдігі дейді. Енді бұл жақта білу керек нәрсе ол мынау. Атмосфералық қысым 12 метр сайын 1 метр сынап бағаны азаятынын жазып қойықшы мен. Әр 12 метр сайын минус 1 миллиметр сынап бағанасы. Или қанша паскальмен 1 миллиметр сынап бағанасы мынанша паскаль деп мында жазып қойған ғой. Демек минус 133-те 3 паскаль азаят әр 12 метр сайыншы. Ал бізде қаншаға азайды мынау паскаль? Азаят деген емес, жоғары көтерілсең азаяды, я. Ал бізде бұл жақта төмен түсіп жатыр қой. Төмен түсіп жатыр, демек қосылады. Или қалай түсіндірсем болады сендерге? Былай айтайықшы, мына қанша айырмашылығы мына екеуінің? Азайтындаршы екеуін. 109.297-ден қанша? 5302. 5400? 332. 332. Я. Демек 5332 паскаль өзгереді. Өзгереді деп ала берейінші. 133 паскальға өзгереді 12 метр сайын, мынаншада қанша метр керек осыншаға өзгеру үшін. Мысалы, пропорцияға қарым. Түсініп ма? Қанша шығады мынау? X тең 12 көбейтілген 533-2 бөлінген 133-3. Қанша шығады? 480. 480, я? Жарайды, онда бізде мынау есепті шықты. Келесі қайсы? Әрине мынау. Енді ол сынап бағанасы. Сұйық қол. Қалыпты атмосфералық қысым теңестірілген су бағанасы келеді. Мынау контекстің жалғасы ма сонда? Қалыпты атмосфералық қысымда теңесетін су бағанасы келесін бағаның биіктігінің айырмасы дейді. Жаңа бізде керосин биіктігі шықты, я, оны есте сақтаймыз. Контексттің жалғасы ғой. Тура сол 101.000 паскаль дегенді біз енді су үшін жазамыз. Яғни судың тығыздығы үшін. Мына жақта біз керосин үшін жазған едік қой, естенде ма? Мына есепте. Биіктігі 12-де 6 шықты керосиндікі жазып қойын. Бұл керосиндік. Ал енді судыкін тауу үшін не істейсіңдер? 101.000-ді 1000, яғни 10.000 H судыкі қанша шығады? 10,1 метр. Бұл судыкі, ал мынау керосиндікі. Екеуін азайтасыңдар, сөйтіп жауап табасыңдар. Қайсысы болады бізде? 2,5. Енді келесі есепке көшсек, бізде не дейді? Мынау Стефан Больцман теңдеу, мынау Вин теңдеу. Оны жаттау керек. Вин заң, Стефан Больцман заң. Ауада сынаптың шекті рұқсат етілген концентрациясы. Сынап. Ауа улы газдың концентрациясы. Газдың түрі мен оның бүлкілінесі. Газдың түрі. В смысле, газдың массасын табайық, я, массасын керек қой бізде тек қана. Газдың түрі деген несі? Түсінбедім ол сұрақ. Екінші сұрағы түсінікті. Көлемдегі массасын, бірлік көлемдегі массасын. Бірлік көлемдегі массасы дегеніміз ол бізде тығыздық қой негіз. Өзі тығыздықтың анықтамасы бар, білесіңдер ма? Бірлік көлемдегі масса деген тығыздық. Бұл жақта былай болып тұр ғой. Тығыздық пен масса өзара тең болып тұр ғой, сан мәні бойынша. То есть сендер қазір тығыздық тапсаңдар, масса тапқан сияқты боласыңдар. Енді бұны қалай табуға болады деп сұрасаңдар, мынандай формула бар. Уже негізі тығыздықтың формуласы қандай? М бөлінген В ғой. Бірақ бұл нақты масса да.
нақты массаны малярлы масса арқылы жазу үшін біз не істейміз? Малярлы массаны мюға көбейтсең, сосын барып n-ға көбейтсең. Короче, миым ашып кетті. Молекула санын бір молекула массасына көбейтуге болады. Яғни молекула санын бір молекула массасына көбейтуге болады. А бір молекуланың массасын малярлы массаға, қалай еді? Малярлы массаны Авогадро тұрақтысына бөлсек, бізден 0 шығады. Болды түсін. Яғни біз жай ғана былай істеуіміз керек екен ғой. N бөлінген V, M0-дің орнына малярлы масса мен Авогадро тұрақтысын жазам. Мынау бізде не? Бұл концентрация, бұл берілген бізде. Қараңдар, мынау N1. Мынау да концентрация. 2 үшін жазамыз қыз. Мынау өлшей салайын. Мю да берілген, и концентрация да берілген. Сондықтан біз мына біріншісі бізде не болсын, снап болсын, HG деп қойын. Концентрациямыз бізде снап үшін, N1-іміз үшін 3 көбейтілген 10⁻16 дәрежесі. Көбейтілген малярлы масса дейді. Малярлы масса бізде снапта енді грамм. Граммда қала берсін, Граммда қала берсін. Мына метр куб болады, анау грамм болады. Бірлік көлем, граммда қала берсін. 201 болады, грамм мен грамм бөлінген моль. Анау моль. 6-да қанша? 6 көбейтілген, 6 деп жаза берейін. 6 көбейтілген 10⁻23 дәрежесі. Бұл қанша шығады мынау? Граммда қала берсе, то есть өлшем бірлік қазір грамм метр кубпен шығады. Так, 3 көбейтілген 201 бөлінген 6. Оны қысқарып кетеді екен ғой, 23 және де 10⁻16. Вообще мынау негізі мына екеуі көбейтіп 603 болады да. 603, 6 мен примерно 100-ге қысқарады. Сонда бізде не болады? 10⁻6, 10⁻14 қалады. И үстінде еще не болып кетті? Слишком аз болып кеткен жоқ па? Менен дұрыс жаздым ғой бәріне, 201 концентрациямыз. Ой, мына плюс екен ғой, ё-моё. Мына 10 плюс айтпайсыңдар. Мына плюс болып тұр екен, минус деп жазшы. Мына жақта да бізде плюс 16. Демек, мына жақта бізде 18 и азайтылады 23-тен. Қанша болады? 10-ның қанша дәрежесі қалады? -5, Бұл грамм метр куб бұл. Немесе қалай істейсіңдер? 0,101 миллиграмм метр куб. Дұрыс па? Мен бірақ айттым ғой, бұл тығыздықпен масса бір. Сосын бізде снаптікі қайсы екен? Снап бізде өте опасны екен. Жақсы. Енді хлордікін жасайық, хлор. Хлор үшін тура осылай. Ромыз табамыз. Ромыз тапқан кезде біз қайтадан концентрацияны көбейтесіңдер. Малярлы масса бөлінген Авогадро санына. Тура мынау сияқты. Концентрация ол жақта 8-де 5 көбейтілген 10 плюс 18. Малярлы массамыз хлордікі 70 граммда тұрады. И 6 көбейтілген 10⁻23 дәрежесі. 6-да 0,2 деп жаза берейікші. Опасный сау, варианттар жоқ. Сөйтіп қанша шығады мынау? Сандарын көбейтіңдер. 8-де 5-ті көбейтесіңдер 70-ке, бөлесіңдер 6-да 0,2-ке. Ал ондарын мен айта салайын қанша шығатын. 18 бен 23 бізде минус 5. 18 бен 23 қайтып келмейді. Деген өлең бар емес пе? 0,199 миллиграмм. Енді сен сразу айтатсың жауабын, Жарайды да.
мына мен ескеріп бәрін бірге айттым ғой, жарайды. Метр куб мұнда. Яғни массасы солай. Түсінікті ғой. Келесі есеп. Так. Ленц ережесі сәйкес индукциялық ток. Ағай, назад. Артқа. 99. 89 емес. Иә, 89. Ой, 99. Ленц ережесіне сәйкес индукциялық тоқтың магнит өрісі сол тоқты тудырған сыртқы магнит өрісінің өзгерісімен сәйкестендіріңіз дейді. Енді бұл есепті примерно, бұл заңды примерно түсінбесеңдер қиын болады. Қазір бұл отырмаймын, мен бәрін түсіндіріп. Егер индукциялық тоқтың магнит өрісі сыртқы магнит өрісімен бағыттас болса, егер индукциялық тоқтың магнит өрісі сыртқы магнит өрісімен бағыттас болса дейді. Қалай? Сол тоқты тудырған магнит өрісімен сәйкестендіріңіз. Сол тоқты тудырған сыртқы магнит өрісінің өзгерісімен. Егер индукциялық тоқтың магнит өрісі сыртқы магнит өрісіне қарама-қарсы болса. Болсын. Бізде мысалы Ленц ережесінде айтады. Мынандай бір өткізгіш бар дейді. Мысалы, мынау алюминий кальцо да. И бұған егер магнит өрісі жақындап атса, магнит өрісі сыртқы бағыттас. Индукциялық тоқтың магнит өрісі сыртқы магнит өрісімен бағыттас дейді. Демек, бағыттас болса, онда F азайып жатыр. Ой, мынаусын слайм. Короче, мынандай, мынау бізде F азайып жатырмен сәйкес келеді. Ал егер индукция сыртқы магнит өрісіне қарсы болса, онда F көбейіп жатыр деген сөз. Осы. Оны қалай түсіндіруге болады оңай? Бұл экспериментті білулерің керек. Біріншіден, катушкаға или мынау кальцо сақина деп айтайық. Сақина өткізгішке магнит өрісі Б деген. Немесе F деп айтсақ та болады. Ағыны, магнит ағыны артып атса, онда ол одан қаша бастайды, себебі яғни мынау екінші вариантқа сәйкес келіп жатса да, қашу үшін ол тура сондай Б тудыру керек. Қарсы болу керек. Сыртқын азайту керек. Короче, өйстіп шарасындар. Мен бөлек видео арнайым керек шығар, может бұған. Келесі. Мынау негізі қызық емес. Әшейін геометрия сияқты. Мынау бізде массасы бағытты қозғалыс секундтық дене энергиясымен көрейік. Биіктігі 20 метр мұнара дейді. Массасы горизонталь бағытта 10 метр секундпен лақтырылады екен. Сосын барып не істейді? Қозғалыс басталғаннан кейін 1 секунд өткендегі дененің энергиялары мен энергия мәндерін салыстырыңыз дейді. 1 секунд өткенде қараңдар, бізде бұл жақта жылдамдықты табу үшін мынандай формула бар. Vx квадрат плюс Vy квадрат деген. Осындай формула бар. Басқа қалай шығаруға болады екен? Омен лақтырылған дененің 1 секундтан кейін вообще-то мынандай формула бар еще. Қараңдар. Негізі бұлсыз да шығаруға болады, наусыз да шығаруға болады, ше. Мынандай формула бар. H тең GT квадрат бөлінген 2 деген, бұл не только құлап атқан кезде, но еще горизонталь лақтырған кезде де қолдануға болады бұны. То есть, мысалы, мынақта 1 секундты қойсақ, қанша шығады? 10 бөлінген 2, 5 метр. То есть 1 секундта бұл мына жаққа келеді. 5 метрге түседі деген сөз. Түскен биіктігін анықтайды. Жалпы 20 метр. Демек, мынау қанша метр болады? 15 метр болады. Демек, осы жақтан бірден потенциалды энергиясын табуға болады. MGH деп. M бізде 0,2 килограмм, көбейтілген 10. Және биіктігін бізде жер бетінен өлшейміз, 15 метр. Бұл бізде 30 шығады. Ал кинетикалық энергиясын табу үшін не істейсіңдер? Кинетикалық энергиясын табу үшін толық энергиядан осы точкадағы, яғни мына точкада толық энергия бізде қайдалай тапсақ болатын, қазір айтам, бірақ мына точкадағы заттарды жазатырмыз біз.
осы точкадағы потенциалды энергия және осы точкадағы кинетикалық энергия. Енді кинетикалық энергия ол толық энергия бөлінген минус потенциалды энергия, білесіңдер. Толық энергияны мен мына жақтан тапсам болады. Толық энергия бастапқы нүктеде қараңдаршы, ол mgh плюс mv квадрат бөлінген 2. Ол толық энергия өзгермейді. Мына жақта ше. Сөйтіп жазайық. m бізде m жақтан сыртынан шығарайық. 0,2 не қалады gh. Яғни енді h бұл жақта 20 метр ғой. 20-ны 10-ға көйтсе 200 қосылған v квадрат бөлінген 2. v-міз бізде 100. Ой, квадраты 100. v-ның 2-ге бөлесіңдер. Сонда бізде қанша шығады? 250-ді 0,2-ге көбейтсіңдер. 250 25-ті 2-ге көбейтсек 50, я. Значит, 50 на 30 болады да, сөйтіп 20 шығады. Сонда бізде потенциалды энергиямыз бізде 30, ал қалғаны кинетикалық энергиямыз 20. Я. Түсінікті ғой, я? Жақсы. Жүк машинасы жолда тайғанап жүре алмай тұр. Артқы дөңгелекті жолмен үйкелісті арттыру үшін жүргізушінің әрекеті. Үйкелісті арттыру үшін мынау болмайды. Артқы дөңгелектің астына ағаш қималарын салу. Мынау үйкеліс коэффициентін көбейтеді, яғни мюді арттырады. Негізі үйкеліс күшінің формуласы қандай? Мю n. N деген ол n. mg косинус альфа. Я. Салмақ. Двигательдің тарту күшін азайту, автомобильдің қуатын өзгерту, артқы дөңгелектің астына құм салу, мынау да болады, машина көзін арттыру болады. Двигательдің тарту күшін азайту, қуатын өзгерту деген қатты әсер етпейтін сияқты да меніңше. Осы үшеуі болады, короче. В, Е, Ф болады. Тарту күшін арттырғанмен мен үйкеліс күшім одан өзгермейді. Қуатты да өзгермейді. Қатты баспағанмен, қатты басқанмен үйкеліс күші арқылы жүреді ғой машиналар. Ал үйкеліс күшін арттырмаса, оның пайдасы жоқ. Жақсы. Жарықтың толқындық табиғаты дәлелдейтін құбылыстар. Енді бұл өте мозоль шығып кеткен есептер. Мынау емес, сұрақ деген. Толқынға дым қатысы жоқ заттар бар екен. Мынау бар, мынау бар, мынау бар. Болды. Мынау бізде керісінше бөлшек екенін дәлелдейді. Сонда СДИ болады. Мына жақта да тоже самый, қараңдар мынандай. Мына жақта 0,6 болса, мына жақта кеватқан тоғымыз 1,5 болса, мына жақта 0,6 кетсе, қалғаны мына жаққа кетеді деген сөз ғой. I1. I1-іміз бізде қанша екен сонда? Азайтып жүрсек 0,6 пен 1,5, 0,9, 0,9. Қараңдаршы. Мынау бізде типа 2x болса, мынау типа 3x десек болады. Енді қатынасы дұрыс қой. Қатынасы. Я? Не үшін үйттім? Себебі қайсының қатынасы дәл сондай? Нәқтін тауыңдаршы сондай қатынасы. Екеуі бар екен. Қайсысы дұрыс осы екеуін? Бізде тоқ көп өтеді, кедергі аз кезде. Сонда бізде қайсында кедергі аз? Мынада 0,9 ампер өтеді. Мынада 0,6 ампер өтеді. Демек, мынаның кедергісі аз. То есть, бір деген R1-дің кедергісі аз. Жазып қойын, R1 аз R2-ден. Негізі бұның басқа да жолы бар, түсіндіруге қиын болып кетсе үшін, былай түсіндірсеңдер болады. Мына екеуінде нақты 0,9 деп жазып қойын оны бірақ. Мынандай формула бар. U1 тең U2. То есть екеуі параллель тұрған соң, екеуінде кернеулер бірдей. Сонда I1 R1 тең I2 R2 ғой. Сонда I1-іміз бізде 0,9 болса, R1-іміз бізде берілмесе, I2-іміз бізде 0,6 болса, R2-іміз. Енді осы екеуінің қатынасын табу керек қой. Давайте біз R2-ні тауып көрейік. R2-ні табу үшін 0,9-ды 0,6-ға бөліп R1-ге көбейтесің. Яғни 1,5 R1. Осындай бар ма? Жоқ. Бар. В болады. Мыналардың ешқайсысы болмайды. Екеуінде кернеуі бірдей болу керек.
Ал тоқтардың қатынасы қараңдаршы, I1 бөлінген I2 неге тең өзі? 0,9 как раз и 0,6, яғни 1,5. Осындай формула қайсымен келеді? Намен келеді, иә? Вот бізде сондай екі вариант бар екен. Мына жақта жасаған жұмыс бойынша алатын болсақ, қараңдар. Мына бізде П ғой. Мына бізде В ғой. В. Осындай жұмысты табу үшін біз обычно осындай қолданатын едік, айтады да бізде көлемі бірдей көлемге, яғни басында мысалы V1-ден V2-ге. Мысалы, мына нүкте, допустим, мына жақта болсын, диалгаз. Мына жаққа келсін деп алайық. Мысалы, изобара бізде қалай бағытталады? Изобара бізде былай болады. Осы көлемнен осы көлемге бару үшін былай барады. Изотерма бізде былай барады, мысалы да. Адиабата бізде басқа түспен. Адиабата бізде былай барады. Короче, изотермаға қарағанда адиабатаның сырғанайтын несі үлкен, тез түседі. Енді былай істейсіңдер, астындағы аудандарын анықтайсыңдар. Мысалы, мынау изобара ғой. Осының астында аудан бар. Осы графиктің астындағы аудан, ол мына аудан. Мына аудан. Бұл изобараның жасаған жұмысы болып табылады, осы ауданның мәні. Мына изотерманың жасаған жұмысының ауданы. Ал адиабатанкі одан аз. Көріп түсінер ғой. Демек, қараңдаршы, ең көп жасаған аудан, ең көп аудан, немесе ең көп жасаған жұмыс, екеуі бір нәрсе. Ол бізде изобара. Одан кейін бар изотерма.